Ескі әдеттен арылу. Адамдарды әдеттеріне қарай екі құсқа теңеуге болады: үкілер және бозторғайлар. Үкілер түнгі сағат 2-де жатып, ертесіне түске дейін ұйықтайды, ал бозторғайлар кешкі сағат 10-да жатып, таңертең сағат 6-да оянады екен. Веретшаген. Сіздердің өмірлеріңіз жақсы болуы үшін өзіңізден басқа ешкім еш нәрсе жасай алмайтыны және әркімнің өмірі өз қолында екені туралы біраз айттық. Ендеше өміріміз жақсы болуы үшін тағы да не істеу керек? Ой ексең әрекет аласың, әрекет ексең әдет аласың, әдет ексең мінез құлық аласың, мінез құлық ексең тағдырыңды аласың деген философиялық ұғым бар. Ол дегеніміз, адам қандай да бір ойды санасына егу арқылы белгілі бір әрекет жасайтын болады. Ал сондай әрекетті үнемі жасау арқылы адамда әдет пайда болады. Осындай пайда болған әдеттен адамның мінез құлқы туады. Мінез құлық арқылы адам өз тағдырын жасайды. Ал тағдыр дегеніміз дәл қазіргі әркімнің жағдайы. Қандай да болсын жеткен жетістігі. Болмаса осының барлығын керісінше қарай көрейік. Адамның қазіргі жағдайына қарап, оның мінез құлқын білуге болады. Ал мінез құлқы арқылы адамның әдеттерін байқауға болады. Әдеттеріне қарап отырып, оның әрекеттерін білуге болады. Ал енді әрекет арқылы оның ойын анықтауға болады. Осы жерде адамның бойындағы әдеттеріне тоқталайық. Бұл әдет әркімде әртүрлі болады. Сондықтан мен жалпы адам бойында жиі кездесетін жаман әдеттер және олардан қалай жаңа жақсы әдетке ауыстыруға болатыны туралы жаттығумен бөлісейін. Бұрыннан келе жатқан жаман әдеттер: еріншекті, кешігіп жүру, көп ұйықтау, таңертең өте кеш тұру, төсекті иленіп жата беру, уәдені орындамау, екі сөйлеу, өтірік айту, жалқаулық, тірлігін ылғи ертеңге қалдыра беру, көп сөйлеу, ақшасын оңды-солды шашу, бастаған тірлігін аяқсыз қалдыру, тағы да басқа сияқты болса, 21 ғасырдың дерті болған теледидардан сериал, ток-шоу көру, әлеуметтік желіде сағаттап отыру және түрлі құмар ойындарды ойнау сияқтылар екен. Ал енді бұлардан қалай арыламыз? Өте оңай және тез деп бастаңыз. Осындай немесе осыған ұқсас өз бойыңызда қандай жаман әдеттеріңіз бар, соның барлығын бір қағазға тізіп жазыңыз. Өз-өзіңізге шындығыңызды айтыңыз. Бұл әдеттерден дәл қазір арылмасаңыз, келешекте олар сізге өте қатты зиян тигізері анық. Себебі сіздің бүгінгі отырған жеріңіз осы әдеттеріңіздің берген жемісі. Сондықтан барлық әдеттеріңізді 10 болама, 15 болама тізіп жазыңыз. Сізден басқа ешкім көріп отырған жоқ. Өмірде кез келген нәрсенің қарама-қарсы жағы бары айтқан болатынбыз. Тура сол сияқты осы жаман әдеттеріңіздің де қарама-қарсы жақсы жағы бар. Ендеше екінші бір қағазға тізіп жазған әдеттеріміздің қарама-қарсы, яғни жақсы жағын жазыңыз. Осы екі әрекеттеріңізді оқып, сол әрекеттеріңіздің қандай да бір зияны тиген жерлері есіңізге түссе, өкпе ренішіңіз болса да дауыстап айтып, содан кейін мен барлық әдеттерімді өзгертуге шешім қабылдаймын. Сондықтан сендерді өз өмірімнен босатамын. Мен сендерді оңай және тез жақсы әдетке ауыстырамын. Ал енді сендерге менің өмірімде орын жоқ. Мен сендердің әрқайсысыңа алғыс айтып, өз өмірімнен босатамын. Рахмет сендерге, деп сөйлеп отырып, жыртып, өртеп тастаңыз. Содан кейін мен барлығын өзгертемін. Менің өзгеруім бұл өзім үшін өте дұрыс шешім. Менің қолымнан барлығы келеді. Мен мұны жасай аламын. Мен дәл қазір өзімді жаңа әдеттермен қуантпақпын. Маған осындай дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік берген Аллам рахмет деп бірнеше рет дауыстап айтыңыз. Ескерту: осындай әдемі, құлаққа жағымды сөздерді, аффирмацияларды ылғи дауыстап бірнеше рет айтуға тырысыңыз. Дауыстап бірнеше рет қайталап айтқанда сіздердің өзіңізге деген сенімділік пайда болады.
көңіл күйіңіз көтеріледі. Одан кейін миға бұйрық бересіз және жоғарыға қарай үндеу жібересіз. Апам айтқандай, қасыңыздағы періштеңіз әумин деп қояды. Ары қарай қолыңыздағы жаңа әдеттерді оқыңыз. Рас, басында сіз осындай әдеттерге ие боламын дегенге сенбейсіз, яғни миыңыз сенбейді, сана қабылдамайды. Сондықтан өзіңізбен біраз жұмыс істеуге тура келеді. Тізімнің ішінен қайсысынан бастайтыныңызды таңдаңыз. Мысалға, жаман әдетті бастаған ісін аяғына дейін жеткізбеу болса, қарама-қарсы жағы әрбір бастаған тірлігімді аяғына дейін жеткіземін дейсіз. Енді осыған қатысты мен әрбір бастаған тірлігімді оңай және тез аяқтаймын. Мен әр бастаған тірлігімді берекесімен аяғына дейін аяқтаймын. Мен бастаған тірлік берекесімен аяқталады. Мен бастаған тірлігімде береке бар. Мен бастаған тірлігімді аяғына дейін жеткізіп, үлкен жетістікке жетемін деген бірнеше аффирмациялар жазыңыз. Содан кейін алдағы 40 күн бойы осымен жұмыс істеңіз, яғни көшіріп жазыңыз, айтыңыз және соған қарай әрекет жасаңыз. Қандай жұмыс бастасаңыз да аяқтайтын күніңізді белгілеңіз. Содан кейін күнделікті жоспар құрыңыз. Сол жоспар бойынша ақырын жылжыңыз. Жұмысыңызды аяғына дейін жеткізгенде өзіңізді әбден мақтаңыз, өзіңізге сыйлық жасаңыз. Міне осылай бойыңыздағы жақсы әдеттердің дәнін ақырын егіп, күндердің күнінде нағыз жетістікке жететін адамдардың қатарынан бір-ақ шығасыз. Нағыз жеңіске жеткен адам өзінің бойындағы жаман әдеттерін, өзінің әлсіз тұстарын, өзінің жалқаулығын жеңген адам. Осы жерде мен өзімнің бойымнан бір жолата айырылған әдеттерімді айта кеткім келіп отыр. Себебі тура осы әдеттер білдірмей сіздің сананы улап, уақытыңызды жейді. Ал адам баласы үшін уақыттан қымбат еш нәрсе жоқ. Алланың алдында да сұралатынымыздың бірі уақыт екенін жақсы білесіздер. Сондықтан теледидар көру, ток-шоуларды көру, сериал көру, кешке дейін қала берді сағат 23:00-ден түннің 1 уақытына дейін әлеуметтік желіде ВК, Фейсбук, Инстаграмда отыру. WhatsAppқа әрбір 5 минут сайын кіру, телефонмен 5 минуттан артық сөйлесу, таңғы сағат 7-ден кейін ұйықтау, оянғаннан кейін төсекте иленіп ұзақ жату, теледидардан, әлеуметтік желіден болсын жағымсыз жаңалықтарды тыңдау, оқу, шағымдарыңды айтып біреумен ұзақ әңгімелесу, телефондағы құмар ойындарды ойнау, көрінгеннің, шақырғанның еріп кете беру сияқты уақыт өлтіретін әдеттерден неғұрлым тезірек айығасыз, соғұрлым өзіңізге жақсы. Мұның бірінің де сізге пайдасы жоқ. Осындай әдеттеріңіз үшін Алланың алдында айыпты болмайсыз. Ойланыңыз, әрине істейтін маңызды іс болмағаннан кейін адамдар санасын осындай нәрселермен улап уақытын өлтіруде. Кез келген әлеуметтік желінің зиянымен қатар пайдасы да көп. Өкінішке қарай адамдар зиянды жағына тез әуестенеді. Теледидарда пайдалы бағдарламалар болса көріңіз. Бірақ мен айналамдағылардың тек сериалдар қарайтынын жиі байқап, ішім ашиды. Ол сериалдың ішінде қаншама жағымсыз оқиғалар, солардың әсерінен кешке дейін қаншама жағымсыз ой ойлап, қала берсе өзгелермен сол сериалды талқылайтындар бар. Мұның бәрі өзі де оңып тұрмаған сананы улайды. Осы кітапты аяғына дейін оқыған адамдар өздерімен жұмыс істеуді бастап, уақыттың қадірін түсінер деген ниеттемін. Мен 2014 жылы алғаш рет осындай хабардар болғалы теледидарды көрсететін Алма ТВ компаниясынан бас тарттым. Үйдегі теледидар интернетке қосулы, ютубтан пайдалы кеңестер, дыбыстық кітаптар, бейне сабақтар, балалармен бірге жақсы кино қараймыз. Әлеуметтік желіде жоқ едім. Алғаш сабақ алғанда қажет болғандықтан аштым. Содан кейін көптеген пайдалы парақшаларға тіркеліп, күніне бір мезгіл кітап оқығандай, сол парақшаның кеңестерін оқып отырдым.
Қазіргі таңда бос уақытымның жоқтығынан оқымайтын болғанмын. Биыл Инстаграмнан психология KZ деген парақшамды аштым. Тек пост жазуға ғана кіремін. Телефонда ешқандай ойын жоқ, ойнамаймын. Таңертең сағат 7-ден кеш тұрмаймын. Еш жерден жағымсыз жаңалықтар қарамаймын. Телефонда тек жұмыс бойынша және анаммен 5 минуттан артық сөйлесуім мүмкін. Бұл мақтанғаным емес. Мен де сериалдар көп көретін едім. Өз-өзімді жеңдім. Қаншама уақыт ұттым. Есесіне білім алып, өз мақсатымды таптым. Қазір бос уақыт деген жоқ екен менде. Қайран босқа кеткен 32 жылым деймін. Кейбір таныстарым Инстаграмдағы әншілерге пікір жазып, өзгелермен ұрсысқандарын айтып жатады. Біреулердің уақытын біреу алып пайдалана алатын болса ғой шіркін, дейсің осындайда. Алғаш аффирмациямен жұмыс істеуім. Алғашқы қадамыңды жаса, соңында еш нәрсенің де қиын емес екенін түсінесің. ВК парақшасынан. Өзіне ең болмаса 1 сағат уақыт бөле алмаған адам нағыз жалқау бейшара адам. Неге олай дегенімді өзімнің өмірімде болған оқиғалармен айтып берейін. Мен алғаш Луиза Хейдің кітабын оқығанда кіші қызым шамамен 8-9 айлық еді. Луиза Хейдің айтуы бойынша аффирмацияларды күнде қайталап оқу керек екен. Өзім жоғарыда айтып кеткеніндей 14 жылдан кейін алғаш ұстаған кітабым. Содан аффирмацияларды қайталап, әні оқимын, міне оқимын деп жүріп, арада 4-5 күн өтіп кетті. Күнделікті жыбырлаған, көзге көрінбейтін тіршіліктен еш босар емеспін. Болмаса әр нәрсені ойлап жатамын. Келіп жатқан кіріс жоқ, ағам берген ақшаның буына мәзбін. Содан бұлай еш нәрседе өзгерте алмайтынымды түсіндім. Дүкенге барып, түрлі түсті жабыстырылған қағаздар алып сатып алдым. Дағы Луизаның кітабындағы барлық аффирмацияны жеке-жеке қағаздарға көшіріп жаздым. Жазғандарымды тоңазытқыштың шетіне ілініп тұрған үлкен күн тізбеге жабыстырып шықтым. Жазғандарымның саны шамамен 100-ге жетті. Сол күні 1-2 рет оқыдым. Ертесіне жазғандарымның барлығын тағы жайына қалды. Есіме түссе оқимын, оқып тұрып жалығып кетемін. Болмаса қызым қыңқ десе бәрін тастай жүгіремін. Бір күні ойланып жатып, бір кезде пайда болған үміт қайда? Осы кітапты алсам, оқысам, өмірімнің өзгеретін сияқты еді. Алдың, оқыдың. Кітапты оқып қана қоймау керек екен. Айтқан жаттығуларды жасау керек екен. Неге жасамайсың? Жаттығуды жасау үшін ешкімнің көмегі қажет емес қой, деп өз-өзіммен іштей дауласып кетіппін. Намаз уақыты болып қалыпты. Намаз оқып бола салысымен ас бөлмеге барып тоңазытқыштағы жабыстырылып тұрған барлық аффирмацияны оқып шықтым. Аффирмацияны оқуға кеткен уақытым шамамен 10 минутқа да жеткен жоқ. Міне осы күннен бастап әр намаздан кейін күніне 5 рет аффирмацияны дауыстап оқитын болдым. Қызым жыласа қолыма көтеріп тұрып оқимын. Арада 2 аптадай уақыт өткенде тілім жаттығып қалды. Ары қарай бір оқығанда 2 реттен қайталайтын болдым. 1 айда жаттап алдым десем де болады. Ал енді нәтижесімен бөлісейін. Аффирмацияларды жаттап алғанда қандай тірлік істеп жүрсем де айтып жүремін. Өзінен өзі еш себепсіз көңіл күйім керемет, көтеріңкі. Біз әбден белгілі бір себептермен ғана көңіл күй көтеріп үйреніп қалғанбыз ғой. Сондықтан таң қалам өзіме. Бірнеше жыл бұрын үлкен әпкем заманауи киім тігетін машина сатып әперген еді. Есіме сол машина түсіп шкафтан шығардым. Бала күнімдегі ермегім киім тігу еді. Содан үйдегі неше жыл бұрын сатып алып қойған маталарымды, ескі киімдерді шығардым. ютубтан киім тігуге қатысты әртүрлі бейнебаяндарды көрдім. Киюге жарамайтын киімдерден үйдің ішіне киетін әртүрлі аяқ киімдер тіктім. Сондай әдемі болып шықты. Мәзбін. Шабытым ашылып кеткені соншалықты барлық бауырларыма, әке-шешеме бәріне сыйлық ретінде өкіртіп аяқ киім тіктім. Тігуден қолым тимейді. Менің мұндай өнерімді көрген көршілерім әртүрлі тігін жұмысына келетін болды маған. Тігіп жөндеп бергенім үшін барлығы ақысын төлейді. Аффирмацияларымды
қуанып әндетіп жүріп айтамын. Кішкене болсын табыс көзі пайда болды. Кішкентайымнан тағы жақсы көретін ісім әртүрлі торттарды пісіру. Содан киім тігіп тапқан ақшама керек қоспалардың бәрін сатып әкеліп, кешке дейін 4-5 пирог, торт, тәтті нандар пісіремін. Мұндай өнерімді үйіме келіп жеп көрген көршілерім тапсырыс жасай бастады. Содан маған көршілерім, қасымдағы дүкендер тапсырыс жасайтын болды. Мен де көңілдімін, балаларым да мәз. Кітапты қайта-қайта оқып, ішіндегі барлық жақсы кеңестерді, аффирмацияларды жаттап алдым десем күлкім келеді. Қарап отырсам, барлығы біздің күнделікті өмірде қолданатын сөздеріміз. Біз тек сөздердің жаман жағын ғана айтады екенбіз. Бұл менің аффирмация айтқандағы алғашқы жетістігім. Өзіңді жақсы көру. Өзін жақсы көрген адам шынайы махаббатқа алғашқы қадам жасайды. Ошо. Мен өткенімді өзімнен босату жаттығуын жасап болған сәттен бастап, күнінде бірнеше рет айнаға қарап, үйдегі кішкентайымды еркелететін сөздерімді, жалпы жер бетіндегі қандай жақсы сөз бар, барлығын өзіме арнап, дауыстап айтатын болдым. Мысалы, күн сайын таңертең айнаға қарап, жаным сол, кәмшатым менің, қайырлы таң, ақылдым менің, мен сені қатты жақсы көремін. Сен жер бетіндегі ең жақсы адамсың. Бүгін саған көптеген жақсы тосын сыйлар жасаймын. Бүгін біз үшін ең керемет күн. Сұлуым менің, ақылдым менің, білімдім менің, еркем менің, тәттім менің, қасы да әдемі, көзі де әдемі. Жақсы көрем сені. Міндетті түрде айтамын. Біреулерге оқып отырғанда күлкілі болып көрінетін шығар. Бірақ сонда да жасауға кеңес беремін. Себебі осылай күнделікті айнаға қарап өзіммен сөйлескелі бері өзіме деген махаббатым күн сайын арта түсті. Шынымен де ақылды, әдемі екенмін. Мұны мен ғана емес, жан-жағымдағылар да байқағандай. Киіміме қатысты, өзіме, түріме, сөзіме қатысты айналамнан мақтаулар көп еститін болдым. Ешкім ойбай Кәмшат өзін-өзі жақсы көруді үйреніп жатыр екен, бізде оған жақсы сөйлейік деп өзгерген жоқ. Тіпті менің осылай білім алып жатқанымды басында ешкім білген емес. Мұндағы жалғыз құпия мен ғана өзіме деген көзқарасымды өзгерттім. Біз өзімізді жақсы көрмей, ешкім бізді жақсы көрмейді. Біз өзімізді бағаламай, ешкім бізді бағаламайды. Жетістіктің барлығы өзіңді жақсы көруден басталады. Бақыттың барлығы өзіңді жақсы көруден басталады. Луиза Хей айнаға қарап өзіңмен сөйлесу туралы көп жазған. Бұрын айнаға қарағанда ылғи ұнамайтын жерлерімді ғана байқап, мұрнымды тыржитушы едім. Бір мен ғана емес, көпшілігіміз айнаға қарағанда ылғи өзімізге көңіліміз толмай жатады. Жалпы айнаны тек боянып, тарану үшін ғана ойлап тапқандай қабылдаппын. Айнамен жаттығу жасау алғашында маған да оңай болған жоқ. Тек қайталау арқылы ғана барлығын үйренесіз. Айна мен үшін әр адамның өз сұлулығына тамсанып, қарағанда ар жағындағы сұлу қыздың әдемі жүзін көріп, өмірге деген құлшынысын арттыру үшін керек. Айнаға қарап күлімдесең, ар жағындағы тәтті қыз да күлімдейді. Қабақ шытсаң, ол да қабақ шытады. Өмір де тура осындай айна сияқты. Өзің күлсең, саған да күліп қарайды. Өмір заңы өте қарапайым. Не берсең, соны аласың. Немесе басқа адамдардың өзіне қалай жасағанын қаласаң, басқаларға да сен солай жаса дейді. Еш нәрсені күтпе. Ең бірінші өзің алғашқы қадам жаса. Барлығын өзіңнен баста. Бұл жерде қаржылай тақырыпты айтып тұрған жоқпын. Рухани жағынан қараңыз. Ешкімді кінәламай, барлығын кешіріп, өткенді өзіңізден босатып, өзіңізді жақсы көріп өмір сүрсек, жүрегіміз мейірімділік пен махаббатқа толы болары сөзсіз. Дұрыс сөз сөйле, жақсы ой ойла, жақсы көр, махаббатыңды бер, қол ұшын соз, титтей болсын қуаныш сыйла. Есесіне еш нәрсе күтпестен рухани барыңмен бөлісуге тырыс. Бергеніңнің барлығы еселеп өзіңе қайтып келері сөзсіз. Бұл заңдылық. Мұндай өзгерістер жақсы сөз сөйлеу, жақсы ойда болу, жақсылық жасау,
барыңмен бөлісу сияқтының барлығы да тегін, әркім өзі ғана жасай алатын ғажайыптар. Тек таза ниет болса болғаны. Ең бастысы, осы айтылған кеңестер бойынша алғашқы қадам жасаңыз. Сіздің қолыңыздан барлығы келетініне сенемін. Мен өзімді қалай жақсы көре бастадым және қандай жағдайда тұрсам да тек жақсы сөз сөйлеп үйрендім. Алдымнан бүкіл сәттіліктің есігі ашыла бастады. Өмір сүру жеңілдей түсті. Өмірге деген құлшыныстарым арта бастады. Өмірдегі небір таңғажайыптардың қыр-сыры ашыла түсті. Ең бастысы, өзіме, өзгеге, өмірге, қоршаған ортаға деген махаббатым, сүйіспеншілігім арта берді. Айналамнан тек әдемілікті көремін. Жан-жағыма тек жақсы адамдар жиналуда. Мен үшін өмірде барлығы үсті-үстіне жақсарып келеді. Себебі мен өзімді жақсы көре бастадым. Ақырындап ойымды, сөзімді өзгерттім. Мен дұрыс әрекеттер жасадым. Енді осыларға дәлел ретінде өмірімде болған тағы бір тамаша оқиғамен бөліскім келіп отыр. Жақсы сөз жарым ырыс. Кез келген жағдайға тап болғанда айтар жақсы сөзің болмаса, үндеме. Сол 2014 жылдың көктемі. Үйде киім тігіп, тәтті нандар пісіріп, аз-маз нәпақамды тауып жүрген кезім. Кенет мен үшін, жалпы үйдегілердің барлығы үшін күтпеген оқыс оқиға болды. Анамнан кейінгі анама айналған туған әпкем көз алдымда қайтыс болды. Қазаның қайсысы болса да оңай емес. Бұл да бір ауыр қаза болды. Мен туған туыстарымды көрмегелі біраз уақыт өткен екен. Менің жағдайымды бірі білсе, бірі білмейтін шығар. Әпкемнің қазасында бәріміз бас қостық. Сол кезде менің байқағаным, көңіл айтып болғаннан кейін барлығы менен не тіршілік жасап жатсың, немен айналысып жатырсың деген сұрақты ақылдасып алғандай бірінен кейін бірі қояды. Луиза Хейдің кітабын қайта-қайта оқығанымның пайдасы шығар. Мен сұрағаның барлығына Қытайдан пастель жібереді. Соларды үйде отырып оптым сатып жатырмын деймін. Міне осы сөзді сенсеңіздер 2014 жылдың жазында 3 ай бойы айтып шықтым. Себебі әпкемнің жерлеу рәсіміне 7-40-ына келгендер бұларға келе алмай, арнайы үйіме келіп көңіл айтқандардың сұрағы менің не тіршілік жасап жатқандығым болды. Луиза Хейдің қандай жағдай болса да, қазіргі күйіңіз тіпті қиын болып көрінсе де, жақсы сөз сөйлеңіздер. Тек жақсы сөз айтып үйреніңіздер дегені миымда шегеленіп қалса керек. Мен елдерге өзімді бейшара етіп көрсетпеуге тырысып, жағдайым жаман емес дегендей Қытайдан пастель жібереді. Соны оптым үйде отырып сатамын деймін. Мен Қытаймен сауда жасамақ тұрмақ, Қытайды ұмытқалы қай заман. Есіме түссе сағыныштан жылағым келетін. Айтпағым бұл емес, айтпағым жақсы сөз. Жарым ырыстың көкесі алда екен. Содан жаз мезгілінің соңғы айы. Бір күні отырып 10 жылға жуық ұстаған кесел номерім есіме түсіп кетті. Мен ол номерді қызымның әкесі хабарласып мазаламасын деп өшіріп тастаған едім. Дереу сол номерді тауып алып қостым. Қосқаным сол екен, Қытайдан қоңырау келіп тұр. Түсінбей тұтқаны көтерсем, сен қыз қайда жүрсің, сені таба алмай жүрмін, жолығу керек, саған ұсынатын бір жұмысым бар. Қайдасың, тез кездесейік, дейді. Бұл менің бұрын Қытай мен Қазақстан арасында сауда жасағанда бірнеше рет бірге жұмыс істескен жақсы, сенімді қытайлық танысым еді. Бұл кезде жақсы сөз жарым ырыстың жұмыс істеп жатқанын түсініп тұрған мен жоқ. Басыма бірден қандай жұмыс болса да, ақшам жоқ қой, оның үстіне баламен қайдағы жұмыс деген сияқты ойлар жан-жақтан қаптап кетті. Мен ол кісіге, аға, мен қазір кішкентай баламен отырмын, ешқандай жұмыс жасай алмаймын, Қытайға бара алмаймын деп ат-тонымды ала қаштым. Ағам кездесейік деп қояр емес. Ешқайда баламен шыға алмайтынымды айтсам, мекен жайымды сұрап қоймады. Содан мекен жайымды алып, бір аптадан кейін үйіме келді. Дастархан басында отырып өз ұсынысын айтты. Әпкем мен жездем Қытайдағы көрпе төсекке қажетті заттарды шығаратын бір зауытпен келісім шартқа отырып үлкен қойма ашты. Соған Қазақстанда зат сататын сенімді қыз керек. Мен сені айттым оларға. Жездем де сені жақсы таниды екен.
олар сенімен кездескісі келіп жатыр. Қашанға шақырайын? Қашан кездесе аласың дейді. Мен басыма тағы да бірден қайдағы сауда жасаған. Өз күнімді зорға көріп отырмын. Ол үшін қыруар ақша керек деген сияқты ақшаның жоқтығына қатысты ойлар жан-жақтан қаптап кетті. Содан да ақшамның жоқтығын айтпай, қазір мен баламен отырмын, сата алмаймын деп ұсыныстан бас тартып жатырмын. Ағам әпке жездесімен кездесуге көндірді. Әне-міне дегенше күз келді. Содан бір күні ағам жездесі екеуі келіп ұсынысын айтты. Ешқандай ақша салмай-ақ тек тауарға өткізсем болғаны. Керек тауарды қажетінше жіберіп отыратындарын айтты. Сондай-ақ тауарды бір талдап емес, көтерме сатуға ұсыныс жасады. Таң қалдым. Сонымен екі жақ келістік. Олар маған тауар салады, мен тауарды өткізіп ақшасын салатын болдым. Қажет болса, базарлардың бірінен көтерме сауда жасайтын қойма ашып беретіндігін айтты. Тауарды біздің елге сататын болғандықтан затты маған таңдатты. Сонымен арада бір ай өткенде маған төсек жабдыққа қажетті барлық тауардың бір-бір данасынан үлгі келді. Мен болсам кімге сататынымды әлі білмеймін. Затты күтіп алған күні маған бір ой келді. Қазақстанның әр қаласында туған туыс, құда жекжат, дос-жарандардың барлығына тауардың суретін WhatsApp арқылы жіберіп, тауарды сатуларына ұсыныс жасау керек деген. Кәдімгідей тізім жасап, барлығына суреттерін жібердім. Тауар бәріне ұнады. Саудан басталып кетті. Тауарды күтіп алып жіберіп үлгерер емеспін. 2 бөлмелі үйім қоймаға айналды. Қалтамда ақшам бар. Тауарын өткізіп жатқан Қытайдағы ағаларым да риза. Өз жұмыстарынан бөлек күтпеген жерден саудагер болып пайда көріп жатқан туған туыстарым да риза. Бұл өзі не? Аллам берем десе, терезеден береді деген сөздің растығы ма? Әлде жақсы сөз жарым ырыс деген халық нақалының дәлелі ме? Бәлкім жындының айтқаны емес, сандыраға келеді дейтін тәмсілдің айғағы шығар. Қалай ойлайсыздар? Меніңше, қалай десеңіз де, мәселе қалай айтылуында емес, мәселе осылай жақсы сөз сөйлесек қана бәрі жақсы болып, Алла бізге күтпеген жаңалықтарды беретініне сенуде. Беруші бір Алла ғана. Біз тек дұрыс нәрсе ойлап, дұрыс сөз сөйлеуіміз керек екен. Аффирмацияның жалпы аузымыздан шыққан әрбір сөздің байқатпай алдымыздан шығатынының тағы бір дәлелі шығар. Осы саудан басталғанда бір күні ойландым. Осыдан аз ғана уақыт бұрын күйім қалай еді. 3 жаңа сөзді естуім, Луиза Хейдің кітабын жаяулатып іздегенім, кітап алуға ақшаның табылуы, кітапты оқуым, барлығын кешірдім деп жүргенде, ұмытылған адамның кешірім сұрап келуі, өзімді жақсы көруді үйренуім, аффирмациям, аз ғана уақыттағы үйдегі жақсы өзгерістерім, көңіл күйімнің көтерілуі, киім тігіп, әр нәрсені пісіріп, ел-жұртпен араласып, ақша таба бастауым, арадағы әпкемнің өлімі. Бәрін қойғанда Қытайдан пастель келеді. Соны үйде отырып көтерме бағамен сатамын деп елге айтып жүргенде, дәл менің аузымнан шыққан саудаға қытайлықтардың өздері дәнекер болып, мені іздеп келіп ұсыныс жасауы, бір тиын ақша салғызбай, миллиондаған ақшасы бар сауда үйге мені өзі іздеп келді емес пе? Мұның барлығы әуелі Алла, одан кейінгі оқыған бір ғана кітабының арқасы. Луиза Хейдің ғана кітабын оқып, айтылған жаттығудың бәрін жасай бастағаннан кейін өмірімде осындай тамаша өзгерістер басталғанын байқап, келіп жатқан жақсылықтардың бәрі титтей ғана алған білімнің арқасы екенін түсіндім. Қап-қараңғы болып түнерген өміріме сол кітап шамның жарығындай сәуле түсірді. Бұл шамды өшірмей, ары қарай лапылдатуды ойлап, ізденіп, ютубтан осы тақырыпқа қатысты әр түрлі қысқа бейнебаяндар көре бастадым. Менің құпиям, кітаптан оқиын, біреулерден естиін, ақылы білім берген ұстаздарымнан естиін, кез келген өзіме ұнаған жаңалықтың қажетін ешқандай артық сұрақсыз күнделікті өмірде пайдалану арқылы тәжірибемен ғана сол айтқанның барлығы рас екенін
көз жеткізу болды. Әр адам өз өмірінің авторы. Әр адам өз өмірінің авторы. Не ексең, соны орасың. Роберт Дауни. Бірде ютубтан бір бейнебаянды көріп отырғанда, әр адам өз өмірінің авторы дегенді естіп қалып, сол бейнебаянды бірнеше рет мұқият тыңдап, ол жердегі қиялыңды, арманыңды осы шақта дәптерге жаз. Нені қалайсың, соны жаз. Жазғандарыңды өз өміріңе тартасың дегенді жасадым. Яғни бәрін жаздым. Адам айтса сенгісіз нәрсе, бірақ рас екен. Олай дейтінім менің есіме өзімнің бұрынғы бала күннен бергі жазбаларым түсті. Семейде қаржыгерді оқып жүріп, сол баяғы бала күнгі әдетім, мен жазу жазатыным, сырласым да, мұңдасым да, айнымас серігім, жан жолдасым да қалам мен қағаз еді. Қазақ тілі мен әдебиетінен жарысқа колледж атынан жиі барам. Журналымызға бір нәрселер жазам. Бір сөзбен айтқанда жазбасам ауырам. Жазудан рахат алам, дем алам. Ал енді мен сол кезде күнделігіме ылғи мелодрама, былайша айтқанда сәтсіз махаббатты, бақытсыз қыздың өмірін өзім образға кіріп отырып жазатынмын. Кейде біреулер оқып қоятын сияқты көрініп жыртамын, бірақ бәрі өз басымнан өткендей сезініп тұрып қайта жазып аламын. Білмеймін кімге керек. Оны жарыққа шығару ойымда жоқ. Тек жазамын, сәл өзгеріс енгіземін, ары қарай жазамын. Содан студенттік өмір бітті, күйеуге тидім. Жазғандарым жайында қалды. Күйеуге тие салып, ажырасудан қорқатын едім. Ешқандай себеп болмаса да ажырасып кету туралы көп ойлайтынмын. Тіпті өзіммен өзім жүріп, ажырасуымның себебін айтып, күбірлеп сөйлесіп жүремін. Сәл оңаша қалсам, қалам қағаз ала салып, қайғырып отырып, жанымды жеген жалғыздық, бұл жалғыздық жанымды жегідей жеді деп, жалғыз басты адамның рөліне кіріп алып, қайдағы бір нәрселерді жазатын едім. Қайта жыртып тастаймын. Содан күйеуіммен ажырастым. 2 баламмен бір арпалыс өмір басталды. Қайтсем де күн көруім керек. Ешкімге салмақ салмауым керек дедім. Ешкімге салмақ салмадым, бірақ жалғыз қалдым. Расында жанымды жалғыздық жеген кездер болды. Бұрын осындай заңдылық барын білмей жазыппын, енді білдім. Өз қалағанымдай арманымды жазып көрейін деп сол кездегі қиялымдағы арманымның барлығын жаздым. Қанша күн қайталап жазғаным есімде жоқ. Бірақ күнде таңертең міндетті түрде оқып шығатынмын. Бұл 2014 жылдың күз мезгілдері еді. Балаларым мені көріп, анашым жынданып кеткен бе деп ойламасын деймін. Олар сабақта болған кезде бір рахат танып, жазғандарымды дауыстап, образға кіріп оқып аламын. Ол кезде ақылы сабақ алуды бастаған жоқпын. Тіпті ақылы сабақтарды қалай алуға болатынын да білмейтін. Жазғандарымды іштей күбірлеп оқығаннан, дауыстап оқығанны ұнайтын маған. Дауыстап оқығанда көңіл күйім көтерілетін сияқты. Оқып тұрғанымдағыдай керемет әлемге саяхаттап қайтатын едім. Сыртынан біреу көрсе қияли екен дер еді. Содан кейін неше түрлі әдемі дәптерлер алдым. Ал ескі күнделігім іздеусіз кітаптардың арасында қалып қойыпты. Арада 2 жыл өткенде алғашқы тобыма сабағымды беріп отырып, бір кітапты іздеп, сөрелерді ақтарып жатып, сол күнделікке көзім түсті. Сол сәтте есіме бірден Луиза Хей оралды. Езу тартып, күнделігімді оқысам, сол кезде жазғанымның барлығы қол жетпес арман еді. Бір кездері ертегі сияқты көрінетін. Жазғанымның 90% орындалыпты. Қалған 10% осы кітабыммен байланысты. Кітабым шыққан күні 100% орындалды. Аллаға сансыз шүкір мақтаулар болсын. Мен сол күнделікке жазылған дүниелерімнің ішінен кішкене үзінді бере кетейін. Мен әдемімін, мен өз-өзімді жақсы көремін. Мен өз ойымды кез келген жерде еркін жеткіземін. Мен бақыттымын, адамдарға менімен сөйлескен ұнайды. Менің айналамда жетістікке жеткен адал достарым көп. Менің ойы бір жерден шығатын достарым көп. Мен қаланың ортасында керемет өзім жақсы көретін үйде тұрамын. Мен
Адамдармен оңай және тез тіл табысамын. Менің киген киімім өзіме керемет жарасымды. Ақша маған жан-жақтан ағылып келеді. Әрбір келген ақша маған тек жақсылық әкелуде. Ақшаң көп болғаны бұл дұрыс. Мен бұдан да көп ақшаға ие болуға лайықтымын. Мен өзіме және балаларыма қажеттіні оңай және тез аламын. Себебі менің ақшам көп. Маған қажетті адамдар маған кез келген уақытта қасымнан табылады. Мен өзімнің сүйікті ісіммен айналысып жүрмін. Мен бұдан рахат және мол табыс табамын. Мен өзімнің сүйікті ісім кітап жазумен айналысудамын. Мен көп адамдарға көмектесіп жүрмін. Менің өмірім оңай және тез, жақсы жаққа өте жылдам өзгеріп барады. Мен үзбей білім алуды жалғастыра беремін. Мен көптеген адамдардан ақылы сабақ алып жүрмін. Аллаға сансыз шүкір, мақтаулар болсын деген едім. Бұл менің ешқандай ақылы білім алмай тұрғандағы өзімнің түсінігім бойынша аффирмацияға ұқсатып жазғандарым. Әрине, уақыт өте білім алдым. Білім алған соң көп нәрсе үйрендім және қалай дұрыс жазу керектігін де үйрендім. Ал шын мәнінде сол уақытта жазғандарымның барлығы ол кездерде арман еді. Ал қазіргі өмірім шын мәнінде осындай, тіпті одан да жақсы. Аллаға шүкір. Сондықтан армандаңыздар. Армандарыңызды қағазға жазыңыздар. Армандар орындалады. Осы жазу арқылы тағы бір ереже. Не жазсаңыз да ешқандай жағымсыз сөздерді қосып жазбаңыздар. Мысалға былай: менің қарызым жоқ, менде ешқандай мәселе жоқ, мен үшін ақша табу қиын емес, біз үйде ұрыспаймыз, менің еш жерім ауырмайды, жағдайым жаман емес, мен ашуланбаймын, мен кездесуге кешікпей барамын, тағы да басқа осы сияқты жағымсыз сөздерді аффирмацияға қосып айтпайсыз және бұл сөздерді өзіңіздің ешқандай жұмыс дәптерлеріңізге жазбаңыздар. Себебі бұл сөздердің түбірі жағымсыз. Сондықтан санамыз сол жағымсыз сөзді қабылдайды. Ары қарай өміріңізге де сол жағымсыз нәрселерді тартасыз. Сәл түсінікті болу үшін былай талдап көрейік. Менің қарызым жоқ. Бұл жердегі маңызды сөз қарызым. Яғни сана менің жоқ дегенді емес, қарыз дегенді қабылдайды. Ендеше менің қарызым жоқ, менің ақшам көп, менде ешқандай мәселе жоқ, менде бәрі керемет, мен үшін ақша табу қиын емес, мен үшін ақша табу оңай. Біз үйде ұрыспаймыз, біз үйде тату тәттіміз, менің еш жерім ауырмайды, менің денім сау, тағы да басқа деп ауыстырыңыздар. Алғашқы білім алуым. Есіңізде болсын, сіздің болмысыңыз сіздің біліміңізді және нені оқитыныңызды көрсетеді. Джим Рон. Мен Луиза апамның бір ғана кітабын оқып, кеңестерін жасағаннан кейін аз болса да жеткен жетістіктерімді айттым. Соны дер кезінде түсініп, ары қарай іздендім. Саудам жүріп жатыр, қалтамда ақшам бар, үйге интернет қосып алдым. Кешке дейін есеп қисап, саудам қыз қайнап жатқан кез. Қолым қалт етсе, YouTube қараймын. Осы Луиза деген кім? Көрейінші, өзін, дауысын естейінші деп YouTube'та ақтарып тауып алдым. YouTube'тағы не бір дәрістерін тыңдадым. Өзімді заманнан қалып кеткенмін бе дедім. Себебі YouTube'та ақпарат көп екен. Әдеттегідей Луиза апамды YouTube'тан көріп отырсам, астында аффирмация неге жұмыс істемейді деген жарнама жылтыңдап шығып қоймады. Басып қалдым. Инна Кхан деген Лондонда тұратын бір әйелдің арнасы екен. Тыңдадым. Бір емес бірнеше бейне кеңестерін тыңдадым. Барлығы ұнады. Көп жаңалық естідім. Кәдімгі бір сабақта отырғандай зейінімді салып тыңдап, керек жерін жазамын. Қазір сол ескі дәптерлерімді қарасам, мен бір күнде бірнеше бейне сабақтарды қарап, барлығын жазған екенмін. Мен ол кезде интернеттің не екенін онша түсінбегендіктен артық еш нәрсе баспаймын ғой. Үлкен ұлым да кішкентай ол кезде. Содан арада бір ай өткен соң YouTube'тан Иннаның бейне сабағын көріп отырғанда шетінде шығып тұрған арнаға тіркеліңіз.
деген жазуды қалтырап отырып зорға басып тіркелдім. Тіркелгенім сол-ақ екен. электронды почтамнан Иннадан күнде хат келеді. Хатта небір сабақтарды ұсынады. Түк түсінбеймін. Маған жақында мынадай сабақ бастаймыз, қатысыңыз десе, мен ойлаппын Лондонға барып оқу керек деп. Айтпағым бұл емес, айтпағым осылай жалғыз өзім 3 баламен отырып, әр нәрсені бір басып, ізденіп жүріп, керегімді таптым. Барлығын үйрендім. Содан Иннадан онлайн арқылы бірнеше ақылы сабақ алдым. Алғаш $400 3 айлық курсынан бастадым. Ең қымбаты $2,000,000 болды. Шынымды айтсам, қытайлықтармен бірге жасаған төсек жапқыш сатып тапқан пайдамның 80%-ын білімге жұмсаппын. Оқы деген кітапты сатып алып оқыдым. Күніне 100 рет жаз дегенді жаздым. Барлығын жасадым. Өзім ютубтан ізденемін. Тоқтамадым. Инна Кхан, беларустық Валентина Сталго, америкалық Рида Раун, ресейлік Шамиль Аляутадин сияқты айта берсем көп. Әртүрлі керемет тұлғалардан білім алдым. Кітап сатып алу, мен ақылы сабақ алудан ақшамды ешқашан аяған емеспін. Және қанша ақша болса да ішім ашыған емес. Себебі әрбір алған білімім өмірлік керегіме жарап жатыр. Ал менің сабақ алып жүргенімді естігендер қазір сабақ оқитын, білім алатын заман емес. Қазір ақша табатын заман. Ақылыңнан адасайын дедің бе? Десе, өзіммен бірге сабақ оқуға шақырған құрбыларымның барлығы бір ауыздан: ойбай, қайдағы сабақ, уақыт жоқ, еріккенсің сенде, жынды болайын дедің ба? Ондай ақша жоқ деп үзілді-кесілді қарсы болатын. Адамдардың барлығын, әсіресе айналамдағы жақындарымның аузынан осындай әртүрлі пікірлерін естігенде, одан кейін менің алған білімімді дұрыс пайдаланып үйренсін деген Алланың маған небір хайырлы сынақтарды жіберіп жатқанын көргенде талай рет расында мен не істеп жүрмін, жалғыз өзім қуалап кеттім бе деген ойлар мазалап, бәрін қолымды бір сілтегім келген кездер болған. Алланың әрбір жіберген сынағын осындай білімнің арқасында сынақты сыйлық деп қабылдауды үйрендім. Кез келген сынақты сыйлықтың сыртындағы қорабы ашсам, ішінде тамаша, өзім үшін хайырлы сыйлық бар деп қабылдаймын. Қазір білімнің арқасында өмірде өз мақсатымды таптым. Кейбіреулер кітапқа, білімге ақша қимайды, қымбат болмайтын нәрсеге ақша жұмсау деп ойлайды. Ал енді сіз білім алуды қымбат деп ойласаңыз, надандықтың қанша тұратынын ойлап көріңізші. Шешім қабылдау немесе тәуекел ету. Білім қазына, тәжірибе оның кілті. Томас. Тез шешім қабылдап үйрен дегенді жиі естіп жүрдім. Алғашында түсіне бермей көп іздендім. Себебі мен бір нәрсені жасамас бұрын көп ойланатын едім. Кейде тез шешім қабылдай салатынмын. Ал шын мәнінде тез шешім қабылдаудың адам өміріндегі рөлі өте маңызды екен. Осы тез шешімді қалай тез қабылдап үйренуге болады, немесе мен қалай үйрендім? Бірден Инна Кханның ең қымбат сабағын сатып алуға ойым кетті. Сабақ топпен 3 ай бойы өтетін еді. 3 айлық сабақтың құны $2,000. Сабақтың басталуына 2-ақ күн қалды. Қатысқым келеді, бірақ қалтамда төлейтін дәл қазір ақшам жоқ. Содан қазір ақшам жоқ, ақша жинап келесі жолы қатысамын деп қойдым. Сөйтіп кешке электрондық почтамды ашсам, бір бейнебаян тұр. Тыңдасам, шешім қабылдау туралы екен. Тура менің ойымды оқығандай. Кез келген жерде мәселе ақшада емес, мәселенің барлығы сіздің шешім қабылдауыңызға келіп тіреліп тұр, дейді. Енді мен осы сөздің растығын анықтау үшін іске кірістім. Ойланып, осы сабақты аламын, дәл қазір топпен қосылып оқимын деп шешім қабылдадым. Қалтамда төлейтін ақша жоқ, ақша тек айдың аяғында болады. Иннаға хабарласып, ақша айдың аяғында болады. Сол кезде төлеймін. Қазір мені сабаққа қатыстыр деп айтамын деген ойда болдым. Содан бүгін сабақ басталатын күн. Иннаға хабарласпадым.
кешке дейін тауар тиеп қолым тимеді. Содан кеш болғанда жолда келе жатып скайппен Иннаға хабарластым. Еш нәрсе түсіндіріп үлгермедім. Инна мені сабақ оқитын топқа қосып жіберді. Үйге жетпей жатып бір клиентім қоңырау шалып, банктегі карточкамның номерін сұрап, «Кәмшат, мен бір ай демалысқа шықтым. Шетелге емделуге бармақшымын. Қазір саған ақша жібермекшімін» дейді. Бұл кісі негізінде келесі айдың басында ақша жіберуі керек еді. Сонымен кешкі сағат 20:00 алғашқы танысу сабақ басталды. Мен сабақта өзімнің алғашқы шешім қабылдау туралы жетістігіммен бөлістім. Ертесіне оқудың ақшасын төледім. Менің түсінгенім, кез келген жерде өзіңізге керек ұсыныс болса, я немесе жоқ деген нақты шешім қабылдау керек екен. Расында, кез келген жерде өзіңіз шешім қабылдаңыз, қалғаны сіздің шешіміңізге қарай реттеледі. Шешім қабылдағанды жоғарғы жаққа тапсырыс бердім десеңіз де болады. Одан кейін өзіңіз нақты шешім қабылдап үйреніңіз. Біреулердің пікіріне тәуелді болмаңыз. Ол дегеніміз, мысалы, біреулердің басына қандай да бір жақсы ой келсе, жан-жағындағылардың бәрінен «Қалай ойлайсың? Сеніңше менің ойым дұрыс па? Білмей тұрмын, қорқып тұрмын» деп сұрай береді. Өте ұзақ ойланып, ақырында бір тоқтамға келе алмайды. Өзі шешім қабылдай алмау бұл адамның өз-өзіне сенімсіздігін білдіреді. Ұзақ ойланған сайын мүмкіндіктерден айырыласыз. Қазіргі отырған жағдайыңыз қандай да бір шешім қабылдауыңызға әсерін тигізбеуі керек. Осы шешімге қатысты өмірімде болған тағы бір тәжірибемен бөлісейін. Шамиль Алия-Утидің деген тәлімгердің еңбектерімен таныстым. 2-3 күн бойы ютубтан ол кісінің барлық бағдарламасымен таныстым. Ол кісінің еңбектеріне керемет қызығушылығым артты. Маған осы тәлімгерден сабақ алу керек деген ой келді. Содан қай күні Алматыда семинары болатынын сұрастырып едім. Жақын арада Астана, Алматы қалаларында 3 күндік VIP семинары болады екен. Бағасы 240 000 теңге. Мен ол кісінің семинарына өзіме қажетті өмірлік сұрақтарыма жауап аламын деп, Алматыда өтетін семинарға қатысамын деген шешім қабылдадым. Содан алдын ала 2 ай бұрын тіркеліп қойдым. Мұндай жағдайда көп адам ең бірінші қалтасын ойлап, қателесіп жатады. Менің дәл сол шешімімді қабылдаған күні қалтамда немесе шотымда ондай ақша жоқ еді. Және 2 айдан кейін болады деген есептегі ақшаларым да жоқ. Ең бастысы, мен сол семинардың өзіме керек екенін түсініп, нақты шешім қабылдадым. Одан кейін Шамильдің семинарларында отырған суреттерімді жасап, өзім жататын бөлмеме іліп қойдым. Күнде таңертең оянғанда суретті көремін. Семинарда отырғандай қиялдаймын. Көңіл күйім көтеріліп, мәз боламын. Содан күнделікті тіршілігімді жасаймын. Әр намаздан кейін аффирмация айтамын. Дұға қыламын. Бірақ бара алмай қаламын-ау, ақшаны қайдан аламын деп еш уайымдамаймын. Содан семинар жақындағанда жарты ақшасын жинап қойғанмын. Тура сол кезде ең жақын досымның тойына шақыру қағаз келеді. Той басқа қалада болады екен. Тойға баратын болсам, қалтамдағы бар жиған ақшам сол тойға кеткелі тұр. Ең жақын адал досым болғандықтан мен алыстан ат терлетіп тойға барып қатысам. Досыма үлкен қуаныш сыйлаймын. Жол алыстығына, жағдайға қарамастан келіп, қуанышына ортақтасып жатқаныма ол шын қуанып, досымның төбесі көкке жетер деген оймен тойға барамын деп шешім қабылдадым. Тойға барып келдім. Расында қалтамда 20 000 ғана ақша қалыпты. Семинардың ұйымдастырушылары хабарласты. Өзімнің семинарға қатысатынымды айтып қоямын. Бірақ ақшаны қайдан алатыным миыма кіріп шығар емес. Семинарға 2-3 күн қалғанда бір танысым хабарласып, «Кәмшат, сіз бір кезде алтыныңызды сатамын деген едіңіз. Сол затыңыз бар ма? Өтпеген болса, бағасы қанша? Сол бағаға бересіз бе?» деді. Мен расында жаз айларында өзімнің алтын сырға сақинамды сатпақшы болып таныстарыма айтқан едім. Бірақ сол бойы сатылмай қалған.
Оны ұмытып кетіппін. Өтпегенін айттым. Үйге келіп сатып алып кетті. Бір қызығы, қолыма ақша түскенде басыма бұл ақшаға одан да ананы алайын, мынаны төлейін деген сияқты азғырушы ойлар келді. Жан-жақтан ойлар ғана келіп қоймай, алда семинарға қатысуыма кедергі келтіретіндей оқиға болды. Одан кейін бойымда ақшаны төлеп алып, қатыса алмай қалсамшы деген қорқыныш үрей билей бастады. Сосын отырып ойланып, өз-өзіме болған оқиғаларға қатысты есеп бердім. Кәмшат, 2 ай бұрын семинарға барам деп шешім қабылдап, жоғарғы жаққа тапсырыс беріп қойдың. Міне, семинар уақыты жақындады. Алла саған керек ақшаны әлгі алтындарыңды алған қыз арқылы беріп жіберіпті. Енді сен шайтанның жетегіне ермей барып билет ал. Сені тағы бір саты өсіру үшін ғана жіберілген сыйлықты кедергі деп қорықпай, дәл қазір барып билет ал дедім өзіме. Содан тәуекел етіп, дереу барып семинарға билет сатып алдым. Билетті алып, үйге дейін жаяу келдім. Келе жатып, мен семинарға жай билет алған жоқпын. Мен өзімнің мақсатыма қол жеткізу үшін өмірлік мақсатыма қарай жолдама алдым. Бұл билетпен менің өміріме өзім үшін керемет хайырлы өзгерістер келеді. Мен өзіме керемет достар табуға бара жатырмын. Алла менің бар зейінімді аш, менің жүрегімді аш деген сияқты тамаша күш-жігер беретін сөздер айтып келдім. Енді үйге келгендегі менің көңіл күйім керемет болды. Бұлайша айтқанда, ақша мені өзі іздеп келеді үйге. Таң қалатындай жағдай, бірақ бұл шындық. Менің досымның тойына барғаным да өте дұрыс шешім болған. Себебі мен қанша ақша жаратсам да досыма қуаныш сыйлау жолында жараттым. Бармасам қатты өкінер едім. Семинарға баруым тіпті керемет шешім болған. Семинар менің өмірімдегі дәл сол кездегі тұрған жерімнен керемет жаққа шынымен де күрт өзгертті. Сол кездегі билетке кеткен 240 мың теңгені басқа жаққа жұмсағанда бір жыртығымды жамар едім, бірақ менің осы кітабым әлі шықпас еді. Семинарға дәл сол топпен қатысқаныма қатты қуанам. Семинарда танысқан топтағы әрбір адам бір тұлға. Барлығының орны мен үшін ерекше. Әрқайсысының еліміздің өркендеуіне қосып жатқан үлесі зор. Қазіргі таңда олар менің жан жолдастарым, жанашырларым. Қорытындылай келгенде сізге өз тарапымнан айтарым, кез келген жерде нақты өзіңізге ненің керек екенін біліңіз. Сол жерде дереу шешім қабылдаңыз. Ақшаның бар жоғына, қазіргі жағдайыңызға алаңдамаңыз. Сіз қатты қаласаңыз болғаны, ақша да, жағдай да сіздің шешіміңізге қарай реттеледі. Алла бәрін реттеуші. Аллаға сеніңіз. Өміріңіздің қалай өрбуі біздің тәуекел етіп қабылдаған шешімімізге байланысты екен. Көбінесе адамдар тәуекел етуден қорқады. Адам бір рет тәуекел етіп, мәңгілік бақытты болуы да мүмкін. Қабылдаған шешіміңіз қандай болса да, ол өз шешіміңіз, тіпті қате болса да, ол сіздің шешім. Қателесуге қай-қайсымыздың болса да құқығымыз бар. Өмірде тек сондай шешім қабылдамайтындар мен еш нәрсе жасамайтындар ғана қателеспейді. Кез келген жерде өзі шешім қабылдаған адам ешқашан біреуді кінәламайтын болады. Жетістікке жеткен адамдар қабылдаған шешімі дұрыс болмаған жағдайда да оған өкінбейді, тек жақсы сабақ алады. Ал енді кез келген жағдайда шешім қабылдай алмай ұзақ ойланған адамдардың, тәуекел етуден қорқатын адамдардың жетістікке жетулері өте қиын. Мен қазір артқа бір сәт бұрылып қарасам, бүгінгі жетістігімнің бәрі бір кездері тәуекел етіп қабылдаған шешімдерімнің нәтижесі екен. Бір кездері бар шындықты білгенде өзімнің сезіміме бір тиын ақшамның жоқтығына қарамастан қызымның әкесімен бір жолата қарым-қатынасымды үзгенде үлкен тәуекел жасаған екенмін.